алғашқы мектеп биылғы оқу жылында қаңтар айында 20-31 қаңтар аралығында халықаралық деңгейде 6 мемлекет болды. Оның ішінде Россия, Қытай, Турция, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан. Осы 6 мемлекеттің оқытушы профессор құрамымен студенттері қатысқан екен. Тақырыбы современная проблема обеспечения качества образования в условиях цифровой трансформации дейді. Яғни трансформациялық жағдайындағы заманауи білім беру сапасын арттыру тақырыбында болды. Осыған байланысты бізде кафедрада 3 бағытта бейнелеу өнері, көркем еңбек, сызу және музыкалық білім беру бағыттары бойынша баяндамалар жасалды, сабақтар, бұл жерде мастер-класстар көрсетілді. Соның ішінде біздің осы Гүлнұр апайымыздың жетекшілігімен орындаған 3 қыз өзінің баяндамасын жасап, спикер ретінде түрлі тақырыптарда осы бейнелеу өнері тақырып төңірегінде баяндама. Сол баяндама нәтижелері бойынша біздің спикерлерге бүгін сертификаттар табыстап тұрмыз. Бірінші Махмудова Береван. Береван өзінің ойын әдемі айтып жеткізіп, оқушыларда барлық тыңдармандар өте сондай қызығып Береванның жасаған баяндамасына сондай алғыс білдірді. Береван, саған келешекте сондай жетістіктер ары қарай ұзақ беруге тілектеспіз. Сонымен қатар Омар Нұрлы Арай осы бейнелеу тақырып төңірегіндегі баяндамасы ұстаймыз. Өте жақсы деңгейде өз пікірін қорықпастан әдемілеп жеткізіп, сұрақтарға жауап беріп, қызық етіп өткізгені үшін Нұрлы Арай қызымызға марапаттап қойды. Келесі Тоғаева Аяжан. Аяжан да өзінің осы бейнелеу өнер саласындағы білімін, іскерлігін байқатты. Сондықтан мынау халықаралық деңгейде осындай сіздердің жасаған баяндамаңызды жаңағы аталған 6 елдің оқытушы профессорлар, студенттері қатысып өз пікірлерінде беріп жатыр. Алдағы уақытта осындай түрлі жарыстарға қатысып, баяндама жасап, ғылым білім жолында ізденістер жасай білулеріне тілектеспін. Рахмет апай, көп-көп.